бүгін адалдық дүкеніне келдік. Адалдық дүкені деп аты айтып тұрғандай, дүкенде сатушы болмайды. Әр сөреде заттар тұрады. Ол заттардың құны тұрады, яғни төлейтін ақшаның құны тұрады. 2 теңге, 3 теңге, 5 теңге деген сияқты. Заттарды алу үшін балалар бізге не керек? Ақша керек. Балалар, адалдық дүкенінде қазір деген сатушы болмайды. Аты айтқандай адалдық деп. Ода біздер QR-мен, алақанды қойып, карточкамен және қолма-қол ақша төлеп аламыз. Балалар, рұқсатсыз адамның затын алуға не болмаса бүлдіруге болмайды. Мысалға, сендер дүкенге аналарыңмен бірге келдіңдер. Аналарың үйге қажетті нан, сүт, тағы да басқа заттар алып жатыр. Сен қатты қызығып бір затты көріп қалдың. Соны рұқсатсыз алуға болады ма? Жоқ, дұрыс айтасыңдар. Өйткені ол мүлік сенің мүлігің емес, ол дүкеннің заты. Рұқсатсыз алуға болмайды. Оны біздер қалай аламыз? Ақшасын төлеп аламыз. Дұрыс, ақшасын төлеп алуымыз керек. Мен бүгін адалдық дүкенде сүт алдым. Оны картасымен басам. Мен дүкенден сырын алдым. Ақшасымен алақанмен тойын. Ақшасын төлеймін.